адамдардың өмірі мен шығармашылығы туралы циклын жалғастырамыз. Бүгінгі әңгімеміз қазақ даласының Геркулесі Қажымұқан Мұңайтпасовтың өміріне арналады. Қазақтың қаһарман балуанының өмірі тарихи аңызға айналған. Классикалық күрес бойынша әлем чемпионаттарының бірнеше дүркін жеңімпазы, тұңғыш қазақ әлем біріншілігінің триумфаторы, бірегей атлет Қажымұқан Мұңайтпасов қазақстандық қана емес, әлемдік спорт тарихында із қалдырды. Ұлы спортшының туғанына 150 жыл толуы бұл өмір бойы барлық жағынан күрескен адамның даңқты жолын еске алудың тағы да бір себебі. Қажымұқан Мұңайтпасов 1871 жылы 7 сәуірде Ақмола облысының Қараөткел ауылында дүниеге келген. Жастайынан Қажымұқан кедей шаруаның баласы болғандықтан орыс байларына және дәулетті адамдарға жалданған. Сөйте жүріп күреске түсіп, той-томалақтарда елге көрініп, бала балуан деген атқа ие болған. Сол жылдары аңызға айналған әңгімелер көп. Мәселен, олардың бірі: батпаққа батып қалған өгізді жас бала жалғыз өзі тартып шығарып алғаны туралы аңыз бар. Сонымен қатар, мынадай тағы бір оқиға белгілі. 1889 жылы Қажымұқанның қожайыны қыстың қақаған суығында құрғақ шөп алып келуді тапсырады. Жолда арбаны сүйреп келе жатқан бір ат әлсіреп құлап қалғанда, оны арба үстіне лақтырып, екінші атты арба артына байлап, арбаны жалғыз өзі сүйреп ауылға келген. Қажымұқан 17 жасқа толмай жатып, күшті палуан ретінде атағы шыға бастады. Ол Ақмола облысының ең атақты палуандарын жеңгені туралы әңгімелер бүкіл қазақ даласына тарады. 1901 жылы Омбыда жаңа цирктің ашылуы туралы белгілі болды. Дәстүрлі цирк номерлерінен басқа грек-рим күресінен чемпионат күтілді. Сол күндері ол француз күресі деп аталған. Бұл хабар алыс қазақ ауылдарына да жетіп, Мұқан Омбыға барады. Кәсіпқой палуандармен күрескісі келген Қажымұқан олардың ішінде ең күштісі Андрей Злобинді сайысқа шақырады. Бұл белдесу тек Қажымұқан үшін ғана емес, Злобин үшін де ауыр сынақ болды. Дегенмен, күресу техникасын жақсы меңгерген тәжірибелі Злобин 18 минуттан кейін жеңіске жетеді. Жас қазақ палуанының орасан зор физикалық мүмкіндіктерін көре білген орыс палуаны Қажымұқанға дядя Ваня деген атпен белгілі Иван Владимирович Лебедевтің атақты күрес мектебіне бару кеңесін береді. Лебедевтің ауыр атлеттер мектебінде қазақ балуаны 2 жыл оқып, өзінің дағдылары мен жетіспейтін техникасын шыңдап шықты. Ең алғашқы үлкен жетістік Қажымұқанға 1905 жылы Харбинде келеді. Ол джиу-джитсу күресінде алтын медаль жеңіп алды. Қажымұқан чемпионатты жеңіліссіз өтіп, Манчжурия чемпионы атағын алды. Оның бірнеше лақап аттары болды: Мұханура, Қызыл маска, бірақ көбінесе оны Мұханура деп атады. 1909 жылы Қажымұқан атақты эстондық балуан, әлем чемпионы Георг Лурихтың тобында өнер көрсетті. Лурих Қажымұқан туралы былай деп жазады: шығыстың ұлы, жапондық Мұханура. Ол күшті және сирек кездесетін күрескер. Күресте жабайы және қатал. Шынында да Мұқан Мұңайтпасов өте мықты денелі болған. Бойы 195 сантиметр, салмағы 139 килограмм, аяқ киім мөлшері 54 сантиметр. Нағыз алып. Кейінірек басқа бүркеншек аттарда болды. Иван Подубный, Иван Заикин және Иван Шемякинмен бірге
Мұқан 4-ші Қара Иван болып аталды. Бірақ ең танымал есім онымен өмірінің соңына дейін қалды. Қажымұқан. Лақап аты Түркияда өнер көрсеткеннен кейін пайда болды. Бұл елге сапарға шыққанда труппа жетекшісі Мұқанға түрік көрермендерін қызықтыратын тағы бір Қара Мұстафа деген атпен күресуді ұсынды. Стамбулдың қадірлі билеушісі Шакир Паша түркі атты күресушіге назар аударды. Ол Мұқанға құтты Мекеге қажылық жасауды ұсынды. Қасиетті қаладан алыс емес жерде Азия мен Африкадан келген 25 мұсылман спортшысы қатысқан турнир өтті. Барлығын жеңіп, Мұқан Мұңайтпасов чемпион атанды. Ал қасиетті жерге қажылықтан кейін қажылық құрметті атағын алды. Жаңа атымен ол алғашқы рет 1912 жылы Саратовтағы ағайынды Никитиндердің циркінде өнер көрсетеді. Сол кезде Қажымұқанның рингтегі алғашқы қарсыластары француз Рауль де Руан, американшы Том Кеннеди, Поплавский, Петр Крылов, жапон күресшісі Джиндофу Саракики және басқалары болды. Содан бері ол өз атын өзгерткен жоқ. Қазақ балуаны Санкт-Петербургте, Мәскеуде, Киевте, Варшавада, Будапештте, Берлинде, Прагада, Лондонда, Кабулда, Тегеранда, Буэнос-Айреста, Харбинде спорттық намысты қорғады. Қажымұқан 48 алтын, күміс және қола медаль жеңіп алды. Ол Қазақстандағы спорттық күрестің, оның ішінде ұлттық күресі қазақша күресінің қалыптасуы мен дамуына елеулі үлес қосты. 1927 жылы Қазақстанның орталық атқарушы комитеті күрес бойынша әлем чемпионы болған Қажымұқан Мұңайтпасовқа қазақ халқының батыры құрметті атағын берді. 1940 жылы Қажымұқан халық алдында соңғы рет өнер көрсетіп, ұзақ жылдық қызметін тоқтатуға бел буады. Бірақ Ұлы Отан соғысы басталғаннан кейін Қажымұқан майданға өз үлесін қосу үшін жасының келіп қалғанына қарамастан цирк шапито ұйымдастырып, халық алдында өнер көрсетеді. Балға, шынжыр және кір тастар сияқты қарапайым реквизиттерді пайдаланып, ол қазақ ауылдарын аралайды. Кейде жүк машинасы табылмай қалған жағдайлар болса, дарбаза астына жатып, үстінен бүкіл ауылды өткізетін. 1943 жылы Қажымұқан жиналған 100 мың сомдай ақшасын Қорғаныс министрлігінің қорына аударды. Бұл ақшаға өз атынан Кеңес армиясына ұшақ сыйласа деп және оны Амангелді Иманов құрметіне атауды сұрады. Балуанның тілегі орындалды, ал француз күресінен сүйікті чемпионды қолдау туралы хабар барлық майдандарды айланып өтті. Ұшақтың бір жағында Амангелді, ал екінші жағында Қажымұқан деп жазылған. Бұл ұшақты майданнан оралғаннан кейін өзінің атақты жерлесімен бірнеше рет кездескен Қажыбай Шалабаев соғыстың соңына дейін басқарды. Қажымұқан 1948 жылы 12 тамызда оңтүстік Қазақстан облысындағы Ленин туы колхозында көз жұмды. Соңғы күнге дейін Қажымұқан Мұңайтпасов ақыл ой мен дене күшінің айқындығын сақтап келді. Халық жадында Қажымұқан Мұңайтпасов ұлы чемпион, ұлттық қаһарман және жоғары адамгершілік қағидаттарының бас әріппен жазылған адамы болып мәңгі қалады. Бүгін оның есімімен көшелер, мектептер, стадиондар, ауылдар аталды. Кітаптар жазылды, фильмдер түсірілді, ескерткіштер қойылды. Бұл ұлы адамға ұрпақтардан құрметі.